Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында осындай дәмді әрі жұмсақ болып шығатын булочкидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен електен өткізілген ұнға ашытқы саламыз. Кейін бөлек ыдысымызға қант және жұмыртқа қосып, қант пен жұмыртқаны араластырамыз. Енді жаңағы ұнға қант пен жұмыртқаны құйып, кейін сұйық май құйып, жылы сүтке тұз салып жақсылап араластырып, осы сүтті жаңағы ұнға құя отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Енді қамыр дайын болды. Қамырымыз көтеру үшін бетін жауып, жылы жерге 1 сағаттай қоямыз. 10-15 минуттан кейін осылай бір басып қою қажет. Енді қамырымыз көтерілді. Енді булочкаларды жасаймыз. Осылай ұзынша етіп бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Енді мұнда мен ұзынша етіп жайып, осылай пышақтың көмегімен бірнеше бөлікке бөліп, ортасына мейіз, қант, өздерінің қалауларыңызға қарай қоссаңыздар болады. Міне осылай орап, барлығын жасап алып, бетіне жұмыртқаны жағып, жарты сағатқа көтерілуге қоямыз. Міне тағы да бір түрін көрсететін боламын. Осылай видеодағыдай етіп орап, осындай әдемі булочкаларды жасап, оның да бетін жаңағы жұмыртқамен жағып қоямыз. Міндетті түрде көтерілу қажет. 20-30 минуттай көтерілген соң қызып тұрған пешке 180 градус пеште беті қызарғанша пісіретін боламыз. Міне булочкаларымыз дайын болды. Дәмі де өте керемет, жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған салтанат. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.